Халқымызда бата мен ер көгереді, жаңбыр мен жер көгереді деген даналық бар. Оның мағынасы мұсылманның бірде-бір ізгі амалы, сауапты ісі дұғасыз басталмайды дегенді білдіреді. Ең көп айтылатын дұға бисмилля. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам бұл туралы былай деген: әрбір бисмиллясыз басталған іс шолақ деген. Расымен де Алла атымен басталмаған қам қарекет, маңызды шаруа діттегендей болып бітпейді, аяқсыз қалады, ойдағыдай болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тағы бір хадисінде дұға ғибадат, сендердің Раббыларың маған дұға етіңдер, сұраңдар, сендерге жауап берем деген. Алла тағала Бақара сүресінің 186 аятында: Мұхаммед, егер құлдарым мен туралы сенен сұраса, өте жақынмын. Қашан менен тілесе, тілеушінің тілегіне жауап берем. Ендеше олар да әмірімді қабыл етсін және маған дұға етсін және маған сенсін, әрине тура жол тапқан болар еді деп әмір етеді. Алла тағала біздің дұға тілектерімізді қабыл ету үшін біз Аллаға бірінші құл бола білуіміз керек. Яғни Құдай тағалаға шынайы сенімменен және Алланың бұйырған әмірлерін орындаған кезде біз құл боламыз. 5 уақыт намазымызды орындасақ, ораза айында ораза ұстасақ, зекетімізді берсек, күйіміз кезде қажылыққа барып, Алланың міндетін орындаған болсақ, біз Алланың құлы боламыз. Міне, Алла тағала аяттың басында: сол құлым менен сұраса, мен оның дұғасын қабыл етем деді. Шындығында да Алла тағала барлық пенденің дұғасына жауап береді. Алайда жауап беру мен қабыл алу екеуі екі басқа дүние. Жауап беру тілегін жерде қалдырмау, ал қабыл алу айтқан тілегін бұлжытпай сұрағандай етіп беру. Кейде дұға жасаймыз, бірақ тілегіміз қабыл болмайды деген сұрақ туындайды. Аяттағы Алланың жауап беремін деген сөзі жаппай дұға етушіні қабыл етемін дегенді білдірмейді. Сондай-ақ барлық тілек те қабыл етіле бермейді. Сонымен қатар Алла тағала: Раббыларыңа жалбарынып және іштей дұға етіңдер. Расында ол астамшыларды жақсы көрмейді деп әмір етілген. Ал үлкен күнәні біліп және білместіктен үнемі істейтін адам аятта айтылғандай астамшыл болып табылады. Мұндай адамның дұғасы қалайша қабыл болмақ? Сол секілді кісінің дұғасы қабыл болмауына түрлі себептер кедергі. Мұның бірі сол кісінің жеке басына қатысты болса, бірі сұрап отырған тілегіне қатысты. Кісінің жеке басына қатыстысы күнәдан тыйылуы. Ал дұға тілекке келсек, адамға ненің керек емес екенін өзінен гөрі иесі Алла жақсырақ біледі. Адамның кейде сұраған тілегі сырт көзге пайдалы сияқты болып көрінгенмен, түптеп келгенде зиянды және пайдасыз болуы мүмкін. Сондықтан өзіне не пайдалы екенін, ненің қажетті екенін түсіне бермейді. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай дейді: мұсылман баласы күнә іс болмаған және туысқандық қатынасты үзуге бағытталмаған бір дұға жасаса,
Алла оған 3 жауаптың бірін береді дейді. Олар не дұға тілегін лезде кешіктірмей қабыл етеді, не болмаса қиямет күнге сақтап қояды. Әйтпесе дұға тілегіне тең келетін жамандықты қайтарады дейді. Сонда мұны естіген сахабалар, олай болса дұғаны көп жасайық дейді. Сонда Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам да, Алла одан да көп, яғни жомарт деген екен, көбірек жасаңдар дегенді білдіреді. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам дұғаның қабыл болмауының негізгі себебін көрсетіп, былай дейді. Кісі ұзақ сапар жүріп, үсті басы денесі жан күйде екі қолын көкке көтеріп, Раббым, Раббым деп дұға жасайды. Алайда жеген асы харам, ішкен сусыны харам, киген киімі харам, харам менен қоректенеді. Ондай адамның дұғасы қалай қабыл болсын деп, дұғаның қабыл болуы үшін ішкен астың адалдығына мән беру керектігін ескерткен. Енді ниет тілегімізді білдіріп, дұға жасаудың әдептері жайлы шариғи еңбектерде не айтылған? Сол жайлы айтсақ. Худжатул ислам, ислам айғағы, ислам дәлелі, ислам қорғаушысы деген үлкен атаққа ие болған имам Ғазалидің Ихя улумиддин еңбегінде бұл мәселеге қатысты былай делінген. Біріншісі, қасиетті уақыттар. Яғни жылдың ішінде Арафа күні, айлардың ішінде Рамазан айы, апта ішінде Жұма күні, түнгі уақыт ішінде сәресі мезгіл секілді. Екіншісі, қасиетті жағдайлар. Абу Хурайра, аспан есіктері Алла жолында мұсылмандар саптарын түзей бастаған шақта, нөсер жаңбыр жауған уақытта, 5 парыз намазға қамат етілген уақытта ашылады. Осы уақыттардың қадірін біліңдер дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның азан және қамат арасында жасалған дұға кері қайтарылмайды деген сөз бар. Үшінші, дұға жасаған кезде қыблаға қарап және екі қолын көкке көтеру. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның мына хадисі келтірілген. Расында Раббыларың хай, яғни тірі, кәрим, яғни жомарт, пендесі қол жайса құр алақан қайтаруға ұялады дейді. Төртіншісі, биікте емес және бәсеңде емес дауыспенен дұға ету. Абу Муса әл-Ашари былай деген. Біз Алла елшісіменен саллаллаху алейхи вассаламмен Мәдинаға келіп жеттік. Қалаға жақын келгенде адамдар тәкбір айтып, дауыстары көтерілді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, ей адамдар, сендер дұға етіп тұрған зат керең емес, ғайыпта емес. Сендер дұға етіп тұрған зат сендердің мойындарың мен ат көліктерінің мойыны арасында, яғни тым жақын деп бәсең дауыспен айтылған дұға да қабыл болатынын түсіндірген. Бесінші, өлеңдетіп дұға етпеу. Дұға етуші, жалбарынушы кейіпте болуы қажет. Сондықтан мұсылман өз тілек дұғасына сай Құран және хадисте айтылған зікірді пайдаланған абзал. Өйткені онда Алла өзі үйреткен және пайғамбарлар тілінен шыққан дұғалар бар. Алтыншы, дұға жасаушының күйі. Дұға жасаушы байсалды кейіпте, жаратушысынан қорқып сұрауы қажет. Жақсылық сұрағанда құштарлана, жамандықтан сақтауды жалбарына тұруы керек. Жетінші, дұғасында бек тұру, қабыл болатындығына күмән келтірмеу. Суфиян бин Яхян, дұға жасаудан еш қайсыңыз тыйылмаңыз, дұға етуді тоқтатпаңыз. Өйткені Алла Тағала
жаратылыстың ең жаманы іблістің де Алланың лағынеті болсын дұғасын қабыл етті. Құранның Хижр сүресінің 36-37 аяттарында ібліс ендеше Раббым маған қайта тірілетін күнге дейін кеңшілік бер деп деді. Сонда Алла ібліске расында саған кеңшілік берілді деді. Бұл Құранның аяттары. 8-ші тілек дұғаны тоқтатпау. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл жайлы былай дейді: сендерден асықпағандарыңның және дұға етем, бірақ қабыл болмай жатыр деп айтқандарының дұғасы қабыл болады деп айтқан. Қайсысы бірің дұға етер болсаң, Алладан көп сұрасын. Өйткені сен жомарттан сұрап тұрсың деген пайғамбарымыз. Демек, дұғаның тағы бір шарты сабырлық таныту. 9-шісі дұғаны Аллаға мақтау және пайғамбарға салауат айтумен бастау. Салама бин Аква: мен Алла елшісінің дұға жасағанда Аллаға Субхана Раббил А'ла әл-Вахаб, ұлы деп мақтау айтып бастайтын. Абу Сулайман ад-Дарани бұл жайлы былай дейді: кім Алладан бір қажетін сұрайтын болса, пайғамбарға салауат айтудан бастасын. Сосын өзінің мұқтажын айтып мінәжат етсін. Соңынан тағы Алла елшісіне саллаллаху алейхи вассаламға салауат айтсын. Алла бұл екі салауатты да қабыл етеді. Алла екі салауат арасында тілекті кері қайтармайтын жомарт дейді. 10-шы дұға етушінің ішкі жан дүниесі. Бұл дұғаның қабыл болуындағы ең маңызды жайт. Бұл тәуба етіп тазару. Адам баласына сөзімен және іс әрекетімен жасаған қиянаты болса, кешіруін сұрап, бүтін болмысымен Аллаға бет бұру. Міне, дұға жасауда мән беретін жайттар осы. Алайда мұсылман тілегімен қалауын сұрап, қол қусырып отыра бермеуі тиіс. Тек тілімен дұға етіп, үйден немесе мешіттен шықпай отыру дұға жасаудың тәртібіне қайшы келеді. Жаратушысынан білім сұраған пенде қолына кітап алып ізденуі. Ем шипа сұраған науқас дәрігерге көрініп емделуі. Мол астық сұраған диқан қолына кетпенін алып еңбек етуі негізгі шарт. Демек, дұға етуші берекет көруші үшін әрекет ету қажет.